Абьюзер күйеуінен ажырап, 2 қызымен 7 миллион қарызы бар келіншектің бойдақ жігітке тұрмысқа шыққан туралы сізге айтқым келіп отыр. Алматыда жүрген кезде маған бір келіншек келген болатын. Абьюзер күйеуімен ажырасқан, 7 миллион қарызы бар еді. Сол маған келіп, мен Алматыда тренинг жасаған кезде ол маған жекеге келіп өзінің осылай проблемасын айтты. Екеуміз сізге Алихан, менде қазір ақша жоқ, бірақ сізге шамам келген ғана беремін, сізбен жұмыс жасайын деді. Жарайды деп екеуміз, ол менің 2 консультацияма келді. 2 консультациямның өзінде ол 2 айдан кейін барып, 2 айдан кейін менің айтқан нәрселерін барлығын жасап, басы бос бойдақ жігітке 2 қызымен 7 миллион қарызымен тұрмысқа шығады. Ол жігіт, ол келіншектің ештеңкесіне баласы барына да қараған жоқ, қарызы барына да қараған жоқ. Бойдақ жігіт ол қызға үйленді, бірақ одан соң олардың сынағы біткен жоқ. Ол баласын қызғанып, енесі ол келіншекке дуа жасап, ол келіншек 2 рет жындыханаға түсіп қалып, әртүрлі адамдарға бар дем салдырып, оқытылып, біраз сынақтардан өтті, бірақ күйеуі сонда да ол келіншекті тастап кеткен жоқ. Күйеуі онымен бірге соңына дейін болды. Күйеуі оның қасында поддержка берді. Ол күйеуінің бизнесін отбасылар тартып алды. Сен ол әйелден ажырамайтын болсаң, біз саған бұл бизнесті бермейміз деп. Күйеуі жарайды деп, сонда да әйелін тастамай, екеуі бірге жұмыс жасап, екеуі бірге көтеріліп, қазір жағдайлар Аллаға шүкір жақсы. Егер де сіз қазір ажырасып келіп отырған болсаңыз, сіздің балдарыңыз болса, қарызыңыз болса, қыздар, ол бір Аллах үшін проблема емес. Келіңіздер, сондай ситуациядан шыққан келіншек, өзімен жұмыс жасай алған келіншек, қазір бақытты болып отырған келіншектің соған көмектесе алған, мен сіздерге де көмектесе аламын. Келіңіздер, өздеріңізбен жұмыс жасап, сіздер де бақытты болуға лайықсыздар.